Жан жақтан ұсыныстар түсіп жатыр. Үлкен компаниялардан ұсыныстар түсіп жатыр. Біздің компаниямызды жүйеге қойып беріңіз, біздің компаниямызды жүйеге қойып беріңіз деген сияқты ұсыныстар көп түсіп жатыр. Барам, шын мәнінде де жаңағы бір-екі күнде уже көп нәрселер шешіліп беріп жатыр. Ақыр бара жатырмын ғой деймін. Сол бір адамға ғана көмегім тимесін деп, сол төңіректегі адамдарға 3 сағаттық, 4 сағаттық тренингтер жүргізіп кетіп жатырмын. Кішкене болса сауатын ашып кетейін деп. Өйткені бізге қазір көп жан жақтан жазып жатыр. Мен қыздарға тапсырма бердім. Әркім жазған кезде өзінің қаласын, аты жөнін жазсын, немен айналысатын. Мысалы Шымкентке баратын болып қалса, мысалы Шымкенттің списогында қанша адам бар, қандай саламен. Соған айтады, мысалы аға бара жатыр, қаласаңыздар бір жерде жиналып, сол жерде бір тренинг жүргізіп кетсе болады деген сияқты. Сондықтан мына көріп отқан тыңдармандарға тоже айтып кетерім, бізге шалған кезде міндетті түрде қай қалада немен айналысатын, или немен айналысайын деп жатыр, болмаса әлі нишасы жоқ болса, соның бәрін толыққанды жазып кетсе, біз қазір сол список дайындап жатырмыз.